Сәлем. Бүгін біз үй жағдайында диарея іш өтудің емі қандай екендігін талқылайтын боламыз. Жалпы күн жылып, көктем келіп, жаз уақыттарында диарея жиі кездеседі. Яғни жеміс-жидектердің пісуінің әсерінен, даладағы суды ішудің әсерінен біз табиғат аясына шығамыз. Табиғат аясында гигиена шараларын сақтамаудың әсерінен және балалардың аузына сыртқы ортадан басқа кез келген затты салуының әсерінен оларда диарея іш өтуі жағдайы жиі кездеседі. Диарея ол бактериялардан, қолды дұрыс жумағаннан пайда болады. Ауыз арқылы сыртқы ортадан ішек микрофлорасын бұзатын патогенді микроорганизмдердің ағзаға енуінен пайда болады. Ағзадан көп сұйықтықтың сыртқа бөлінуіне алып келеді. Дизентерия кезінде тіпті қан кетуі де мүмкін. Тек қана сұйықтық жоғалту емес, сонымен қатар дизентерия кезінде қан жоғалту жағдайлары да кездеседі. Сонымен қатар диарея кезінде тек сұйықтық емес, ағзадағы электролиттер, натрий, калий, хлор сияқты сұйықтықпен бірге сыртқа шығып кетіп отырады. Соның әсерінен ағза әлсірейді, интоксикация болуы мүмкін. Ағза тез шаршап қалады. Диарея адам жалпы қауіпті жағдайда адам күніне үлкен дәретке 3 рет баруы керек. Ол үлкен дәреттің өзінің арнайы формасы бар. Қатты емес, қатты жұмсақ емес, сұйық емес, орташа консистенциялы болуы керек қауіпті жағдайда. Ал егер де үлкен дәрет 3-тен көп баратын болса, диарея болып саналады. Ауырлығы бойынша диареяның 3 дәрежесі бар. Бірінші дәреже ол 8 ретке дейін үлкен дәретке бару жеңіл, 8-ден 12 ретке дейін бару орташа, егер де 12-ден көп түрде баратын болса, ауыр түрдегі диарея. Мұндай кезде ағза қатты шаршап қала, әлсірейді, интоксикация болады. Диареяның емінен бұрын ең алдымен профилактика шараларын жасау керек. Яғни қарапайым қолды жуу, жеміс-жидектерді жуып жеу, суды ішкен кезде қайнатып ішу, таза ыдыстармен ішу деген сияқты шараларды жасау керек. Егер де диарея болған жағдайда, онда ағза сұйықтық жоғалтып жатыр. Сол себепті де сұйықтықтың орнын толтыру керек. Сұйықтықпен бірге жоғарыда өткен электролиттерді жоғалтып жатыр. Сол электролиттердің орнын біз сыртқы ортадан дәрі-дәрмектерді қабылдау арқылы толықтырамыз. Және де ары қарайғы диареяның жалғасып кетпеуінің біз алдын алу үшін жасалынады мақсаты. Сұйықтық ішуді көбейту, қантты қара шай ішуге болады, суға қайнатылған күрішті ішуге болады. Қуырылған, майға піскен, жаңа піскен жеміс-жидектерді диарея кезінде шектеу керек. Және де жаңағы газды сусындар, яғни газды сусындар болғанда ол кола, немесе сол сияқты кола, басқа да алкогольді заттарды шектеу керек. Гигиенаны қатаң түрде сақтау керек. Ол диареяның алдын алу үшін диарея кезінде де гигиенаны сақтау керек. Қандай дәрі-дәрмектер қолданылады? Регидрон қолданылады. Регидрон ол өзі терафлю сияқты порошокта тұрады. Порошок ұнтақ тәрізді болып келеді. Оны 1,5 литр банкаға немесе ыдысқа араластырып, қайнатылған сумен кейін жылытып, әрбір құсқан сайын немесе үлкен дәретке барғаннан сайын қасықпен беріп отырады. Күні бір күн бойы сол 1,5 литрді ішіп тауысуы керек. Бір дегеннен емес, аз-аздан ішуі керек. Келесі смекта, бұл да порошок сияқты, мұны да суға ерітіп ішеді. Кейін фрузалидин қолданылады, және де ципролит қолданылады. Ципролит ол антибактериалды терапия, яғни бактериялардың әсерінен пайда болған диарея кезінде қолданылады. Жаңа регидронға тағы қосып кететін болсам, ол электролиттер мен сұйықтықтың теңгерімсіздігін түзету үшін қолданылады. Және де эрадикациялық терапия жасалады. Эрадикациялық терапия, яғни шырышты қабат, ас қорыту жолдарының шырышты қабатын қорғау мақсатында жасалынады. Эрадикациялық терапияда, яғни ингибитор протонной помпой
ол емес омепразол қолданылады, бірақтан ондай дәрі-дәрмектерді тек дәрігердің тағайындауынан кейін ғана қабылдау керек. Келесі антибиотиктердің макролидтер қолданылады. Ол да дәрігердің тағайындауы бойынша жасалынады. Жалпы, егерде диареяның іш өтуі жеңіл дәрежеде болатын болса, адамның қалыпты өзін сезінуі қатты ауыр емес, жеңіл дәрежеде жақсы қалыпта болса, онда үй жағдайында регидрон ішуге, жаңағы 1,5 литр су ыдысқа порошокты ертіп аз-аздан глотокпен тек бөліп ішуге болады. Жаңағы су ішуге, қантты шай, қайнатылған күріш ішуге болады, сметана ішуге. Ал егер ауыр дәрежеде болып, адам өз-өзін әлсіреп жатқанын, яғни іші ауырып, бүкіл ағзасында дене температурасына дейін көтеріліп кететін жағдайлар болатын болса, онда дәрігерге жүгіну керек. Яғни үй жағдайында емдеуге болмайды. Ауруханаға барып, дезинфекционды терапия жасалыну керек, симптоматикалық терапия жасалынады. Егерде балалардың диарея болатын болса, онда барлық түрінде дәрігерге көрсеткен жөн. Себебі балаларда полиорганды жетіспеушілік тез дамиды, балалар тез шаршап қалады, және балаларда диареяны емдеудің өзінің басқа критерийлері бар. Яғни ересектерге қарағанда балаларда диарея ауыр түрде өтеді. Ересектер ағзасында электролиттер мен сұйықтықтың орнына өзі қалыпқа келе алса, балаларда оның қалыпқа келуі қиындау болып табылады, және дәрі-дәрмектерді дозалау кезінде балалардың өзінің арнайы критерийлер, арнайы ерекшеліктері бар. Сол себепті де балаларды дәрігерге көрсеткен жөн болып табылады. Жалпы, диарея туралы ақпарат осы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егерде каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кетіңіз. Егерде ұсыныстарыңыз болатын болса, мен таңдауға дайынмын. Назарларыңызға рахмет.